Сен түсінбедің. Бұл адамның аты ғой. Жарайды, оны ойлап басыңды босқа қатырма. Сен мені шатастырып тастадың. Мәс саған, денесіндегі суреті мықты екен. Мықты түгі де жоқ. Сен оданша менікіне қара. Қандай әдемі карта, солай емес бе? Мексика шығанағы толқындарының тулағанын көресің бе? Міне осылай. Міне. Кекс тағам. Бірақ аспаздарыңның аты Кекс. Миляга дәрігер. Бірақ дәрігер оның тегі емес. Одри Миляга. Бірақ ол дәрігер емес. Ал анау Мольер атты жер қазар. Ол үй жануар ма сонда? Солай десек те болады. Бұның басын жеу керек. Өте құнарлы. Бір қызық айтайын ба, Кида? Біз бұл жерге келе жатқанда адам қаңқаларына тап боламыз деп ойлағанбыз. Бәрі де бірақ керісінше болды. Жайқалып дамып келе жатқан елге тап болдық. Өздері өте сүйкімді, бірақ барлығы бір жерге үймелеп кетсе қауіпті екен. Жайқалған түгіміз де жоқ. Халық аман есен, бірақ мәдениетіміз құлдырауда. Толқын соққан жартас секілдіміз. Бірнеше жылдан кейін жартастың түгі де қалмайды. Қолымнан келсе, көмегімді аямасам. Сенімімді алып келгенім де сол. Мына қабырғаларда әртүрлі маңызды жазбалар бар. Соны оқи алатын адам болмады. Бірден солай демейсің бе? Қуана көмектесемін. Сонымен мына бұл Кида? Қайда барасың? Суда жүз аласың ба? Жылдамайды. Иә, өте тамаша жүзе аламын. Жақсы жүземін. Иә, жүзе аламын. Жақсы. Әйтпесе жүзіп баратын жеріміз қашықтау. Бала күнінде менің достарым көлбақа дейтін. Жүр, уақытты босқа өткізбейік. Алдыма шығып жолды көрсетпесең, қайда бару керек екенін білмеймін ғой. Бәрі дұрыс па? Алаң болма. Жақсы жүзе аламын деп айттым ғой. Соңымнан ер.